Бұйратаудың даласы, Бұйратау тауларында келе жатырмыз. Мынау қара түнек қызыл киім киген Қайрат, одан кейін Берік аға, біздің жігіттер Айшыбардағы Темірбек, Саркадағы Қанжарғаға, Қоңыржорғадағы Дидар, Аладағы Сергей деген жігіттер. Осылай таңертең түсте сағат 12-де Олжабай Батыр ауылынан шыққанбыз. Қазір Бұйратаудың ішінде жүрміз. Міне біздің жігіттер толық түсті. Осылай біздің құрам. Аманшылық болса бүгін кешке Бұйратауда қонып, ертең таңертең Едіге би ауылына жол тартатын боламыз. Ал жігіттер аман болыңдар. Ақтөбенің атқа мінерлеріне жалынды сәлем. Ал. Ай міне азаматтар рахмет. Айбек аға арнайы сіз үшін. Айбай қоңыр тайпалады ғой. Серега. Сәлем. Мынау бүгін қонатын жерге келдік. Бұйратау деген табиғи парк. Жігіттер біз келеді деп кигіз үйттік қойған. Алты бақан құрып бәрін жасап қойды. Чай ішетін жер. Мұны кигіз үйдің іші. Бізде моншамыз бар, соны жігіттер құрайын деп жатыр қазір. Моншаны аттарды әкеп, аттарды біз байлап қойдық. Қазір 3-4 сағат суығаннан кейін әрқандап тастаймыз. Ал мен түрім көрем десеңіздер, қайсы да бері қарады. Мені бері қарайды жоқ екен. Бұйратаудың ішінде біздің жігіттер бір айғыр ержілікқа кездесіп қалды. Темірбек, Сырбан. Әкең. Берік аға, біз Бұйратауға барып, Бұйратау паркында қонып енді жерде Алғабас деген ауылды сол ауылға келіп тұрмыз. Әбет сол жерде. Бұны біздің жігіттер келе жатыр. Қанжарғаға марал шақырып келе жатыр. Берік аға, Дидар, Сылым, Серега. Қалыңыз қалай? Да, будет. Темірбек! Оу! Қайдасыңдар? Жігіттер! Тұрыңыздар!
Енді екі жігітті соны күтіп тұрмыз. Сарка сұлусар шыдамай бара жатыр. О, Темірбек енді көрінді. Ай, бұрылме. Давай! Қайрат! Сіз не ат ауыстырып мініп алғансыздар? Вот, Темірбек енді шықты. Астымда ақ болыпым солаңғып қайсылап құлақтарын елеңдетіп Ақбозат менің тұлпарым шалқыған көңілім күнқарым Сөмбәрлі сөз қарай көздің тәттай сөзің білгейсің келгеніңді жалғыз өзің қоясың да? Бәрекелді.